Барлығына сәлем, және де екінші сабаққа қош келдіңіздер. Бұл бізде beginner деңгейіне арналған екінші сабақ, және де бұл курс сіз үшін тегін. Алдыңғы сабақта айтқанымыздай, бұл қазіргі нарықта 200 мың теңгеге сатылатын курстардың бірі, бірақ та ол сіз үшін тегін, тек қана ол үшін арнаға тіркеліп қоңырауды басып өтіңіз. Бұл осындай құнды ақпарат тегін болғандығы үшін сізден тек қана сұралатыны осы нәрселер, яғни жақындарыңызға жіберіп, пікір жазып, лайк басып бізге жазылып келсеңіздер, біз өте қатты қуанамыз. Бұл курс кімдерге арналған? Ағылшын тілін мүлде дұрыс білмесеңіз, егер сіз ағылшын сөздерді қате оқысаңыз, жаңадан бастаушы болсаңыз, және де ақша құртпай, тез әрі оңай деңгейіңізді көтергіңіз келсе, сіз өте керек, дұрыс жерде отырсыз. Және де бүгінгі біздің сабағымызда біз plural және де singular наундарды өтетін боламыз. Және де бұл дағы да наунның uncountable және де countable наун түрлерін бірге өтетін боламыз. Және де ұмытпай, осы ақпараттардың барлығынан нәтиже болу үшін арнайы дәптер бастап, бәрін жазып алуыңыз маңызды. Сонымен қатар, сабақты толық түсіну үшін міндетті түрде дауыспен тыңдаңыз. Олай болса, біз бүгінгі сабағымызға көшейік. Жалпы наун дегеніміз не? Наун ол дегеніміз зат есім деген білдіреді. Зат есім, яғни біз мысалы кітап, бұның барлығы зат есім. E-book деп біз кітапты айтамыз. Немесе flower десек те біз гүлді айтамыз. Бұның барлығы зат есім. Енді осы тұста зат есімдер екіге бөлінеді екен. Өте маңызды ақпарат. Noun екіге бөлінеді. Бірінші түрі ол plural. Және де екінші түрі ол singular. Осымен айтып жатқан кездің барлығына жазып алыңыздар. Plural дегеніміз бұл көпше дегенді білдіреді. Көпше, ал мынау жекеше зат есімнің формалары. Біз мыналарды e-book, e-flower дегеннің барлығын жекеше түрге жатқызамыз. Жеке. Ал жекешенің өзінің ерекшеліктері бар. Егер де сіз e-book десеңіз, яғни ол жерде бір-ақ заттың тұрғанын білдіреді. Немесе apple деген сөзді барлығымыз білеміз, ол алма. One apple дегеніміз ол an apple дегенді білдіреді. Немесе an apple one appleға тең. Неліктен бізде ағылшында үнемі егер де бір затты айтқыңыз келсе, үнемі алдында осындай оның немесе деген артикльдер жүреді. Оған біз алдыңғы сабақтарда алдыда әлі тағы да видео сабақтар түсіретін боламыз. Ол немесе және з деп 3 артикль бар, оның барлығын бірге өтеміз. Бірақ осы артикль оның үнемі, оның анықтамасын біреу, ол үнемі тек қана бір-ақ затты айтып тұр деген білдіреді. Ал plural көпше, мысалы кітаптар дегенді қалай айтамыз? Біз оны books деп атаймыз. Бұл жерде ешқандай да алдында немесе n-дердің ешқайсысы да болмайды. Бұл жерде дәл солай flower деген сөзді алсақ та, flowers. Бірақ та бұл жерде яғни тек қана s деп қана сөзді қолдана бермейміз. Бұл жерде өзінің көптеген ережелері бар, және де дәл қазір сол ережелердің барлығымен бірге сіздермен бөлісетін боламын. Мысалы қарайық. Мына жерде plural nouns-тың қалай қосылатынын бізге көрсетіп берген. One car, оның көпше түрі one car, яғни оған s деген жұрнақты қостық. Жақындатайын мен сіздерге. Мына жерде one dog, dogs, book, books,
house, houses, apple, apples. Бұл көбінесе regular nouns, яғни жалпылама түрде. Егер де сіздер қазір бұл сөздерді түсінбей жатсаңыз, ешқандай да қорқатын нәрсе жоқ, оның барлығын үйреніп кетесіз. Ал егер де ол S деген әріпке бітетін болса, және де мынандай H, Ch, H, X және де Z-терге бітетін болса, онда біз оған S жұрнағын қосады екен. Біз мысалы bus, one bus, ол бізде басқа дейін деп айттық, иә. Ал мына жерде two buses, one match, two matches, one dish, two dishes, one box, two boxes, one quiz, two quizzes. Ал енді одан кейін тағы да F деген түрінде же, мына егер де ол F немесе осындай F, I дегенге бітетін болса, онда біз оған VS деген жұрнақты қосып жібереміз. Мысалға, leaf бір жапырақ, екі жапырақ дейтін болсақ, two leaves, one wolf. Бір түлкі дейтін болсақ, екі түлкіге two wolves, one life, бір өмір, екі өмір, two lives. One knife, бұл жерде бір пышақ, two knives. Және де исключение деп тұр, яғни тек қана осыны қолданбайтын жағдайлар, егер де F тіпті F-ға бітіп тұрса да, Bruce Cliffs болып оқылып кетсе береді екен. Енді одан кейінгі біздің ережеміз мына жерге келіп қалдық. Егер де бір дауысты әріп болып, мысалы A деген дауысты әріп қой, дауысты дауыссыз сіздерге түсіндірудің керегі жоқ деп ойлаймын. Мысалы A деген кезде біз ол аузымыздан еркін, ешқандай қыспай айтып тұрғандықтан біз оны дауысты дейміз. Ал дауыссыз, мысалға В, Қ, Т. Бұл қазақ тілінде мысал жерде Б дегенде бізде дауыссыз. Яғни бізде дауысты сосын Y әріпі тұратын болса, онда one day болған кезде оған тек қана S-ті қосамыз. Бір кілт, екі кілттер. Бір ұл, екі ұлдар. Бұл жерде солай балалар. Бір есек, екі есек. Ал егер де now, енді бұл жерде дауыссыз. Мысалы T, B, R, T, R, T, оның барлығы дауыссыз. Бұл кезде оған IS деген жоғалып жібереміз. Яғни I-ді, Y-ды жоғалып тастаймыз дағы, оған IS-ті қосып жібереміз. One city, two cities. Екі қалалар, екі балалар, екі тарихтар, екі мерекелер, екі елдер деген секілді жалғаса береді. Ал мына жерде irregular nouns. Irregular дегеніміз яғни ережеге бағынбайтын деген сөз. Irregular деген жалпы ағылшын тілінде өте көп жерде кездеседі. Тек қана ол noun зат есімге ғана байланысты емес, яғни бүйтіп өздеріңіз осы кестелердің барлығын жазып алыңыздар. Ережеге бағынбайды. Яғни қараңыздар, бұл жерде неге ережеге бағынбайды? Себебі бұл жерде плюс S, плюс ES деп қосып тұрған жоқ. Біз бұл жерде бір ер адам десек, мына жерде N-ді еге ауыстырып жіберіп, екі ер адам деп тұрмыз. Бір бала болса, ал балалар десек children, food, табан, табандар, feet, tooth, бір тіс, тістер, teeth. Бір тышқан, екі тышқан, бір адам, адамдар, people. Осылардың барлығын естеріңізде ұстап алыңыздар. Одан кейін бізде өте маңызды тағы да бір дүниеміз, егер де ол жаңағыдай дауыстыға аяқталып, содан кейін O әріпі тұратын болса, онда тек қана S-ті қосады екенбіз. Яғни хайуанаттар бақтары, радиолар, және де осылай кете береді көріп тұрғандарыңыздай. Ал мына жерде егер де дауыссыз, консонант деген дауыссыз деген сөз. Дауыссызға О қосылсын, S-ті қосамыз. Heroes, геройлар, эхолар, және де помидорлар, картоптар. Тек қана бұл жерде тағы да исключение дейді ғой, пиано. Яғни фортепианолар дегенде сыны ғана қосамыз, және де мына жерде сыны ғана қосамыз. Ал енді
одан кейін ең соңына келдік. Ешқандай да өзгеріс болмайды. Олар да irregularға жатады. Irregular ешқандай ережеге бағынбайды. Бір қой болса, қойлар дейтін болсақ, sheep. Bir deer, to deer. One fish, to fish. Серия, серия. Түрлер, түрлер, түрлер. Барлығына осындай ережелер ғана қолданылады екен. Одан кейінгі біздегі тақырып countable және де uncountable nouns. Бұл жерде жат есім тағы да екіге бөлінеді, саналатын және де саналмайтын. Бұл тағы да ағылшынның өте маңызды бір грамматикасының бөлігі. Саналатынға біз қарапайым мысалға екі алма, бір алма, алмалар деген секілді айта береміз. Ал бұл жерде uncountable саналмайтынға біз мысалға құмды саналамыз ба? Жоқ, санай алмаймыз. Және де қантты мысалға бір қант, екі қант деп айтпаймыз ғой. Және де күрішті де бір күріш, екі күріш деп санамаймыз. Суды да дәл солай, уақытты да дәл солай. Біз оны бір уақыт, екі уақыт деп санамаймыз. Бұның барлығы uncountable nounға жатады. Бірақ та біз бәрібір де оны енді ол саналмайды екен деп оның көлемін айтпай отырмаймыз ғой. Біз оның барлығын бәрібір де өмірде қолданамыз. Оған тағы да арнайы өзінің сөздері бар. Оны қазір айтамын. Бірақ қараңыздар, мұнда өзінің мұнда жаңа жалғастырамын дедім ғой, жалғастырсам жаңағы сөйт оның барлығы саналмайды дедік қой. Бірақ та біз оны қалай санауға болады дағы да біз бұл жерде мысалы бір сүттің оны бір сүт, екі сүт деп санамасақ та, бір тамшы сүт, екі сүт деп санамасақ та, бұл жерде ол бутылка, сүттің бутылкасы, сүттің пакеті деп санауымызға болады. Бірінші сөз. Одан кейінгі екінші сөзімізді мысалға су санамасақ та, стакан воды, су құйылған стакан. Одан кейін су немесе стакандағы кувшындағы су деп айтсақ болады, немесе шайды санамасақ та, шайдың қанша көлемі екенін білу үшін чашка чая деп айтсақ болады, ал одан кейін немесе шайдың пакеті, балдың осындай варенье сияқты осындай банкадағы түрін айтсақ болады, немесе осындай нанның бөлкесі десек болады, немесе нанның осындай бір кесілген бөлігі, осындай тетрапакетте тұрған сүтті айтсақ болады, немесе осындай бір темірден жасалған ыдыстың ыстақ кола деген секілді, осындай қанттың осындайдағы бір кішкентай кеседе тұрғаны, еттің килограммы, бір сабынның көлемі, осындай бар деген плитка деген секілді ғой, шоколадтың плиткасы, шоколадтың бір бөлігі, порция десек болады. Және де одан кейін міне осындай бір мебельдің бөлігі деген секілді осылардың барлығын өтініш жаттап алыңыздар. Мен сіздерге барлығын ауызша түрде барлығын айтып бердім. Соның барлығын енді жаттап алу сіздердің қолдарыңызда. Бүгін біз осындай барлық тақырыптарды тереңінен аштық. Тақырыпты бекіту үшін төменде описаниедегі сілтемені қойып қойдым. Сол сілтемедегі тапсырманы орындаңыз. Және де егер де осындай тегін сабақтар жалғасқанын қаласаңыз, біздің арнамызға тіркеліп, өзіңіздің жүрек жарты пікіріңізді жазып, осындай тегін курстың бар екенін басқалармен де бөлісіп қойыңыз. Ал егер ұнаса, лайк басқаныңызға да біз қатты қуанып қаламыз. және де осындай сіздің кері байланысыңыз ғана бізге күш және де шабыт береді. Егер де бізге ешқандай кері байланыс болмаса, біз оны жасағымыз да келмейді. Сонымен қатар бізде осындай beginner, elementary деген секілді осындай 6 деңгейдің тегін курстары біздің арнамызда жақын арада салынатын болады, егер де сіздер белсенді болсаңыздар. Ал енді сабаққа байланысты немесе тағы да сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. және де соңына дейін жеткеніңіз сіздің мықтылығыңыз. және де армандарға сеніңіз. бір күні сіз де барлық армандарыңызға қол жеткізесіз деп айтқым келеді. Олай болса, қош сау болыңыз. Біз келесі видеода дәл сізді күтеміз.